Қайсы, інім берші домбыраны. Ал жігіттер, менде мынадай бір ұсыныс бар. Біржанға бір ән салғызбадық па? Бүгінгі отырысымыздың себепкері кім? Біржан. Арамызға біраз жыл салып, ортамызға қайтадан оралып отыр. Соның құрметіне бір шырқап берсін да. Арман дұрыс айтады. Даусың сағындық қой, Біржан. Бір әудеңіз. Ендеше, бауыр мала қойдым бірақ. Адам болғасын бәрі де қателеседі. Ел көрмей шалғайда біраз жүрдің. Соған қарамастан ел сені радикалды қылмыскер емес, әу бастан әнші деп таныған. Біржан, сен түсініп отырмыз. Бірақ біздің де мұсылман екенімізді ұмытпа. Біздер қазақ деген мұсылманбыз. Үзілген тамырыңды тек қазақ дәстүрмен ғана жалғай аласың. Емекең отыр ғой міне. Айтсаңшы, Емеке? Жігіттер дұрыс айтады. Басты діннен шығып кәпір болып кеткен жоқсың. Намазың түгел, оразаңды ұстап жүрсің. Зікірің аузыңда. Соған бола қазақтың қара домбырасымен ән салды екен деп, Алла тағала да күн арта қоймас. Міне дұрыс. Оның үстіне біз қазақ деген елміз. Бұл елге өзге елдің заңдары мен тыйымдары жүрмейді. Сондықтан әніңді қысылмай шырқай бер, бауырым. Оралсаң арамызға, әніңмен орал. Қайран елім шалқар гүлім, не болар солдат болып айдай көрген күнім ай.